Амансыздар ма балалар, қалдарың қалай? Балалар, мынандай бір есеп қарастырып жіберейік. Жолаушы 2 сағат велосипедпен, соны 6 сағат жаяу жүрді. Оның бүкіл жолдағы орташа жылдамдығы жаяу жүргендегі жылдамдығынан неше есе артық, велосипедпен жүргендегі жылдамдығы жаяу жүргендегі жылдамдығынан 2 есе үлкен. Енді бұл жерде жолаушы бір қалыпсыз қозғалыс жасап тұр, сондықтан орташа жылдамдықтың формуласын бірден жазайық балалар. В орташа жалпы жүрген жолды жалпы кеткен уақытқа бөлеміз. Бұл жерде велосипедпен жүрді және жаяу жүрді. С1 қосу С2 бөлінген Т1 қосу Т2. С1-ді өрнектеп шығарайық. В1 көбейтілген Т1, С2-міз В2 көбейтілген Т2 бөлінген Т1 қосу Т2 деп осылай жазып қояйық. Енді В орташаны жазып қояйық та, В1-іміз біздің 2В2, есептің жарты бойынша 2 есе 2В2, Т1-іміз 2 қосу В2 көбейтілген 6, 2 қосу 6 болды. Сонымен 4В2 қосу 6 В2 бөлінген 8 шықты балалар. Сонымен бізде 10 В2 бөлінген 8 шықты балалар. Екінші теңдеу. Сонымен В орташа 10 В2 бөлінген 8 болды. Енді осы жерден В орташаның В2 қатынасын ала саламыз балалар. Сонда 10-ды 8-ге бөлсек 1,25 есе артық екен. Жауабын жазып қойып балалар. Жауабы В орташа жылдамдықтан В жаяу жүргендегі жылдамдықтан қатынасы 1,25 екен. Келесі есеп шығарайық балалар. Моторлы қайық өзен ағысымен 2 бекеттің арасын 4 сағатта жүзіп өтеді. Егер 2 бекеттің ара қашықтығы 80 км және өзен ағысының жылдамдығы 2 км/сағат болса, қайық кері қарай қанша уақытта оралар еді? Енді алдымен қайықтың өзен ағысымен жүрген жолдың формуласын жазайық. Бұл жерде жылдамдықтар балалар қосылады. В қайық плюс В өзен көбейтілген Т1. Өзен ағысына қарсы жүрген кездегі формуланы жазайық. В қайық минус В өзен көбейту Т2. Екінші теңдеу. Бірінші теңдеуде балалар бізде бәрі бар. Осыдан қайықты жылдамдығын өрнектеп шығарып алайық. Яғни С бөлінген Т1 тең болады В қайық плюс В өзен. Жерден қайықтың жылдамдығын өрнектеп шығарып алайық балалар. В қайық тең болады С бөлінген Т1 минус В өзен. Есептей салайық балалар. Бәрі бар. В қайық тең болады. Есіміз 80 км бөлінген 4 сағат минус 2 км сағат. 20-дан 2 алсақ 18 км сағат болды. Сонда қайықтың жылдамдығы В қайық 18 км сағат болды. Енді балалар екінші теңдеуден Т2-ні өрнектеп шығаруға болады. Екінші бәрі бар теңдеуден. Т2 тең болады С бөлінген В қайық минус В өзен. Бұл біздің 5-ші теңдеу болды. Енді орнына қойып есептеп шығара саламыз. Т2 тең болады. Есіміз 80 км бөлінген қайықтың және тауып алдық 18 км сағат. Алынған өзендікі есептің шартына беріліп тұр 2 км сағат тең болады 80 км-ді 16 сағатқа бөле саламыз. 16 сағатқа 80-ді 16-ға бөле аламыз. Үнемі кезігіп жүретін цифр сонда 5 сағат болады. Сонымен Т2 тең болады 5 сағат болды. Жауабы деп жазып қойып балалар. Жауабы. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар балалар.